Банкроттыққа арызды қалай тапсырамын? Банкроттықтың талаптары дегеніміз не? Оған қалай сәйкес келемін? Мен сәйкес келемін бе? Банкроттыққа қалай арыз тапсырса болады? Сот арқылы немесе соттан тыс банкроттық дегеніміз не? Атымда мүлігім бар, мүлігім жоқ. Мүлігім болмаған жағдайда ерімнің, яғни күйеуімнің немесе зайыбымның атында мүлік бар, ортақ бірлескен мүліктеріміз бар. Ондай жағдайда мен банкроттыққа қалай тапсырамын? Мінекей осындай көптеген сұрақтармен біз банкрот талдау жүргізіп отырмыз. Бізге банкроттық талдауға тапсырыс беріңіздер жылдың аяғына дейін. Өйткені келесі жылы оның бағасы өзгереді. Қазір 5000 теңге. Сондықтан осы видеоның астына WhatsApp нөмірге жазып, маған банкроттық талдау керек деңіздер. Банкроттық талдау сіздерге не береді? Біріншіден, банкроттық талаптарына сәйкестіктеріңіз анықталады, жазбаша қорытынды жасалады. Банкроттық талдаудың нәтижесінде бүкіл қаржылық жағдайларыңыз тексеріліп, сол бойынша қандай әрекеттер жасау керек екенін анықтап бағдар береміз. Банкроттыққа, яғни сот арқылы болсын, соттан тыс болсын банкроттыққа арыз тапсырып береміз. Жылдың аяғына дейін банкроттыққа арыз тапсырып, яғни бізге банкрот талдауға өтініш тапсырып үлгеріңіздер ағайындар. Қалып қоймаңыздар, келесі жыл өзгереді ол баға, содан кейін айтпады демедіңіздер ағайындар. Сондықтан биыл арзан бағада банкроттық талдау жасатып алыңыздар. Қалып қоймаймыз ағайын.